Ал Құрбан айт дегеніміз не? құрбан айт дегеніміз құрбан шалу, жаратушыға жақындау деген сөзді білдіреді. Құрбан айт күні барлық мұсылман адамдары құрбандық шалу керек. Әсіресе соның ішіндегі жаңағы жағдайы бар, жұмысы бар, баспанасы бар, көлігі бар ер азамат барып құрбандық шалу керек. Ол бір малды сойып, малды үшке бөледі, болмаса полный малды таратады. Ал үшке бөледі дегеніміз ол бір бөлігін өзіне алып қалады, бір бөлігін туған туыс, бауыр, көршілеріне беруге болады, бір бөлігін жаңағы мұқтаж жанға беру керек. Сол кезде ғана Аллаға жақындау, біреудің алғысын алу дегенді білдіреді. Және де құрбан айт күні, мысалы сен біреуді ренжітіп қоясың ғой, кімді ренжітіп қойдың? Ренжіткен уақытың болды ма біреуді? Кімді ренжіттің? Достарыңды или басқа біреулерді ренжіттің бе? Рамзаннан сен сол күні кешірім сұрауың керексің. Рамзан, мені кешірші деп. Сол кезде сенің кешіріміңді Аллах тағала қабыл етеді. Түсіндің ба балам? Алла қаласа ертең әкең екеуің барып, мал базарына барып, құрбандық шалып келесіңдер. Жарай ма?